Сіз қандай ата-анасыз? 6 саны. Ата-ана қамқоршы, үнемі бала үшін алаңдап отырады. Баланың жан-жақты дамуына көп көңіл бөледі. Мұндай ата-анадан жақсы тәрбиеші, педагог шығады. Оған көп уақыт пен күш жұмсай алады. Балаларды тәрбиелеуде, оқытуда оған жаңа күш пен энергия береді. 7 саны. Мұндай ата-ана мен баланың арасында біршама салқын қарым-қатынас болуы мүмкін. Ата-анасы жақтан ғана емес, баланың да тарапынан алшақтық бар. Дегенмен ата-анасы баласының әр қырынан дамуына көп көңіл бөледі. 8 саны. Мұндай ата-ана баласының не және қалай істейтінін біледі, және оны ешкімнен қалыс қалмай қалыптасуына көптеп ақша жұмсауға дайын. Ол үшін бұл өте маңызды. Мұндай ата-ана баланы басқарғысы келеді, бірақ бұл әдетте қарапайым ата-ана бақылауы. 9 саны. Дана, бейбіт, жанашыр, өте сезімтал және көпшіл ата-аналар. Олар өздерінің ғана емес, өзгенің балаларына да шексіз сүйіспеншілікпен сипатталады. Әдетте балалар оларға тартылады. Өйткені мұндай ата-ана үшін баламен ортақ тіл табу, шынайы және ашық болу оңай. Шығармашылық қиял мен көркемдік талғамға ие бұл ата-ана әдемілік пен үйлесімділікті жақсы көреді. Осы қасиеттерді баланың бойына сіңіртеді. Мұндай ата-аналар балаларына керемет серік болып табылады. Олармен болып жатқан барлық нәрсені түсіністікпен қарайды және қызығушылық танытады. Дегенмен қатал, талапшыл. Достар, келесі видеомды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар және сіздерден комментарий күтемін.